Қатерлі ісік ауруларының көп түрін енді Қазақстанда да анықтауға болады. Елордада жақында ядролық медицина орталығы ашылады. Бүгін мемлекет басшысы президент іс басқармасы медицина орталығының ауруханасына барып, ядролық медицина орталығын көрді. Емдік диагностикалық блоктың жұмысымен танысты. Осыған дейін мына томографиядан өту үшін бір адам кемі 3 ай кезек күтетін. Өйткені ел бойынша мұндай 3 қана құрылғы бар, ал қатерлі ісік жас таңдамайтын болған обырға шалдыққандар саны жыл санап артып барады. Емді уақытында бастамаса болмайды, сондықтан бұл томография қазір ауадай қажет. Уникальность этого аппарата. Бұл томографияның ерекшелігі адам ағзасында ісіктің қай жерде тұрғанын, қалай басталып, қайта таралғанына дейін дәлме-дәл көрсетіп береді. Әрі емделу кезеңінің қандай нәтиже бергеніне дейін көруге болады. Сканерлеу жылдамдығы мен диагноз қою сапасы өте жоғары, әрі радиация әсері төмен. Жылына 7 мыңға дейін адамды қабылдай аламыз. Ұзын сонар кезегенді жойылады, оның үстіне бұрын біздің қазақ медицинасы қуғасты безінің қатерлі ісігі, нейроэндокринді түзілімдер, сүйек метастазысында ауруларға диагноз қоя алмайтын. Күрделі анықталатын бұл онкологиялық аурулар үшін қазақстандықтар шетелге баруға мәжбүр болды. Бұл томография енді оның бәрін анықтап береді, әрі кардиология, неврология ауруларын ерте кезеңде нақтылауға таптырмас құрылғы. ТМД орталық Азия елдерінде әзірге жалғыз, сондықтан медициналық туризмге де жол ашады. Өндірістік кешені бар бұл тұңғыш ядролық медицина орталығы, онда 9 радиофарм препарат өндіріледі. Оның 8-і бұрын елде болмаған. Көріп тұрсыздар ғой, әртүрлі каналдар келіп жатыр, әртүрлі газдың гелий, болмаса сығылған газ барлығы осы циклотронға келіп түседі. Циклотронға процесс негізі осында басталып жүріп, осы каналдар арқылы келесі бөлімге беріледі. Мемлекет басшысы сонымен қатар жаңа емдеу диагностикалық блоктар алады. Мұнда күрделі ауруларға шалдыққан науқастарды емдеу мен оңалтуға арналған 7 терапиялық бөлімше жұмыс істейді. Нағыз озық технология, шын мәнінде осындай емханалар ел үшін, халық үшін өте қажет нәрсе. Бұл емханада жұмыс істеу деген үлкен абырой, сондықтан баршаңызға тамашылық тілеймін. Ядролық медицина орталығы көп ұзамай жұмысын бастайды. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.